Бүгінгі мереке құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз сізді. Сөз үшін алғыс айту күні деген қандай мереке болып саналады, қандай мән мағына береді деген секілді. Енді бізде еліміз бойынша алғыс айту күні ең біріншіден осы еліме ризамын. Еліме, халқыма, осы елімізде бейбітшілік болсын, татулық, бірлік. Сол біздің байлығымыз, сол байлыққа ризамын. Осы еліміз тату, тәтті тұрғанына шын жүректе ризамын. Барлықтарын құттықтаймын. Мереке құтты болсын. Бәрекелден, сіз көп балалы ана ретінде, бәлкім бұл мереке сіздің үйіңізде бір тойлана ма, болмаса аталып өтіле ме, қандай да бір мағынаға ие ме деген секілді. Енді көктемнің бірінші күні және ертең сенбі міндетті түрде балалармен бірге, енді балалар деген ең біріншіден өз отбасына, ата-анасына, кейін отанына ризашылығын білдіріп, осы мерекені түсіну керек деп өзім ойлаймын. Және әрине ертең атап өтеміз. Бәрекелді, керемет.